Да, да. Қайырлы күн, құрметті депутаттар және сессия қатысушылар. Аудандық мәслихатының 11 депутатынан бүгін 52-ші кезектен сессияға 9 депутат қатысып отыр. Оның ішінде 6 депутат видеоконференц байланыс арқылы. Форум бар, сессия өз жұмысын бастауға құқылы. Железин аудандық мәслихаттың 8-ші сайланған 52-ші кезектен сессиясы ашық деп жарияланды. Сессия жұмысына аудан әкімі аудан ауылдық округ әкімдері және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысады. Құрметті әріптестер, күн тәртібін бекітуіміз керек. Күн тәртібі қолдарыңызда бар, күн тәртібінің жобасы. Күн тәртібі бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ, жоқ. Жақсы, сонда дауысқа саламын. Кім қолдайды? Кім қарсы? Қалыс қалғандар бар ма? Бекітілді. Сондай-ақ сессия жұмысының регламентін бекіту қажет. Регламент қолдарыңызда бар. Регламент бойынша сұрақтарыңыз бола ма? Жоқ. Жақсы, сонда дауысқа саламын. Кім қолдайды? Кім қарсы? Қалыс қалғандар бар ма? Қабылданды. Ұсыныстар мен ескертулерді есептауды, жинақтауды ұйымдастыру үшін бізде сессия хатшылығын сайлау қажет. Хатшылыққа 2 кісі сайлансын деген ұсыныс бар. Басқа ұсыныстар бола ма? Жоқ. Болмаса, дербес нөмір 11-ші сайлау округінің аудандық мәслихатының депутаты Евгений Николаевич Миронов, мәслихат аппаратын ұйымдастыру бөлімінің басшысы Марина Зиновна Садыкова. Хатшылықтың құрамысы бойынша басқа ұсыныстар бола ма? Жоқ. Жақсы, сонда дауысқа саламын. Кім қолдайды? Кім қарсы? Қалыс қалғандар бар ма? Қабылданды. Күн тәртібін қарауға көшеміз. Бірінші мәселе бізде ауылдық округ әкімдерінің есептері. Ол неде тұрақты комиссияда қарастырды, оның қайда қарастыратын қажеті жоқ. Жақсы, келісеміз. Құрметті әріптестер, жаңа тұрақты комиссияда біз бәрін қарадық, сұрақтарды алдық. Жақсы. Онда бірінші мәселе бойынша біз қаулы қабылдауымыз керек. Шешім қабылдауымыз керек. Шешім жобасы қолдарыңызда бар. Шешім жобасы бойынша сұрақтарыңыз бола ма? Жоқ. Жақсы, сонда дауысқа саламын. Кім қолдайды? Кім қарсы? Қалыс қалғандар бар ма? Қабылданды. Екінші мәселе бойынша сөз қымбат Ақтайбына Абдуғаимоваға беріледі. Здравствуйте, уважаемые депутаты и присутствующие. Представляю на ваше рассмотрение проект решения о внесении изменений в решение Железинского районного комитета от 10 апреля 2026 года номер 230/8 о утверждении правил оказания социальной помощи, установлении ее размеров и определении перечня отдельных категорий нуждающихся граждан Железинского района. Данный акт вносим изменения. Первое. По категориям ветерана боевых действий на территории других государств на погашение жилищно-коммунальных услуг единовременно предлагаем по 40 МРП. В ранее решении маслихата было по 10 МРП ежеквартально. Сумма не меняется, 173 тысячи тенге в год. Второе. По социально значимым заболеваниям оказание единовременной социальной помощи будет предоставляться согласно заявлению пациентов, состоящих на диспансерном учете Железинской районной больницы. Так, ранее у нас было по спискам, так как некоторые социально значимые заболевания не предоставляются списочно, как конфиденциально врачебная тайна. Поэтому мы решили по заявлению оказывать соцуслуги. У меня все. Баяндама аяқталды, сұрақтарыңыз. Үкіметтен оны неге газеттің бетіне жариялады? Халық білгендей, ертең сұрағанда. Жақсы. Инстаграмға бәрін береміз. Сұрақ жоқ. Жақсы, басқа сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ болмаса отыруыңызды сұраймын.
Құрметті әріптестер, біз шешім қабылдауымыз керек. Шешім жобасы қолдарыңызда бар. Шешім жобасы бойынша сұрақтарыңыз болады ма? Жоқ. Я сонда дауыс жасаламыз. Кім қолдайды? Кім қарсы? Қалыс қалғандар бар ма? Қабылданды. Сессия жүргізу бойынша ескертулер бола ма? Жоқ. Жақсы, онда бүгінгі күн тәртібінде барлық сұрақтар қаралды. Қатысқандарыңызға рахмет, қош сау болыңыздар.